Ассалаумағалейкум ағайын. Кеңес өкіметінде орысша қойылған көше атауларын қазақшаландыру кезінде бір ғана диаспора өкілдері үнемі қарсылық білдіреді. Тек қарсылық қана білдіріп қоймай, қазақтарды балағаттап, аузына келгендерін оттап жатады. Солардың бірі Кондратович Инна. И в Кустане они даже не отдупляются, куда они приезжают. Они просто орут: наша земля, как те индейцы. И пошли, блядь. Все. А зачем, почему, мы не понимаем. Ну ладно, индейцы тоже воевали за свои земли. Один хер вот эти американцы, и у них их отобрали, да? Ёб твою мать, нашла здесь политический деятель. Я вообще сюда не лезу. Но меня просто раздражает, когда начинают орать. Смените улицы и наша земля, блядь. Что хотим, то и делаем. Ваша земля будет 2 на 2. Вот тогда там, что хотите, то и делайте. Бұл ел бойынша бізде барлық ақпарат бар. Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Міне Рудный қаласы, полиция басқармасы, ровд дейді ғой. Сонда келіп тұрмыз кеше Кондратович Инна Александровна қазақтар жайлы индейстер деп түсіріп, соған сотқа келіп тұрмыз. Жаңа алып келді машинамен. Соны күтіп тұрмыз, қазір бізді кіргізеді. Міне белсенді батыр қазақтар жиналып тұр. Соны күтіп отырмыз. 21 мамыр, Рудный қаласы. Справедливость болу керек. Қазақтардың намысы тапталмау керек қазақ жерінде. Всем приветик, всем хорошего дня. Ребят, в феврале месяце прошла такая ситуация, когда пошла тема по поводу переименования улиц. Я высказала свое мнение по поводу улицы Андрегала и улицы Восточной. И в своем сторис я выразилась, в процессе разговора выразилась некорректно. И тем самым я обидела людей. Я хочу принести свое искреннее извинение. И хочу сказать, что ни в коем случае я не хотела оскорбить какую-либо нацию, да. Все мы живем в одной стране, в одном городе. Нам нужно жить дружно, да. Я просто это ответила тем людям, которые мне писали в личные сообщения и меня оскорбляли. Прошу вас, пожалуйста, извините меня, не воспринимайте на свой счет. И также, знаете, я хочу сказать, что я совершенно не против переименования улицы. Но просто улица Восточная, это, знаете, я на ней росла. Это, мое детство. Наоборот, что нужно назвать улицы в честь наших казахстанских героев, таких как Мамышулы, да, Алия Малдагулова или Джамбула Джабаева. Это же, наоборот, прекрасно. Это же наши великие люди. Вот в честь таких людей, вот наоборот, что нужно ставить имена людей и делать голосование. Кто бы был против, ребят, наоборот, только за, что у нас такие были люди, да, что мы их знаем, что мы их помним, что мы их уважаем и так далее. Я ни в коем случае не против, наоборот, что надо. И вот с Восточной улицы вот так произошло, там я выросла. Так что вот. Қазақтың жерінде өмір сүріп, нанын жеп, суын ішіп, қазаққа тіл тигізіп, кейін өтірік кешірім сұрайтындардан әбден шаршадық. Мен өз тарапымнан бұл әйелдің үстіне ұлттық қауіпсіздік комитетінің атына арыз жазылды. Қостанай облысының әкімі, полиция департаментінің бастығы, ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы, сіздерге үндеу тастаймын. Неге сіздер осындай азаматтармен жұмыс жасамайсыздар? Кез келген шовинизм осы сепаратизмге алып келуі мүмкін. Сондықтан бұл әйел заң алдында қатаң өзінің тиісті жазасын алу керек деп санаймын. Ешқандай кешірім сұраған бізге қажет емес. Біз ондайдан шаршадық. Астында айтылып жатқан барлық комментарийлер оқып қараңыздар. Барлық қазақ аудиториясы мына әйелге ашулы. Ол әйелді 174 бап бойынша қылмыстық жазаға тартуды талап етемін. Ал көше атауларынан келетін болсақ, кезінде кеңес өкіметі кезінде қазақтардан ешкім сұраған жоқ, көшенің атын қай тілде қалай қоямыз деп. Сондықтан біз диаспора өкілдерінен сұрауға міндетті емеспіз. Алдағы уақытта көшелердің барлығын 100% біз қазақшалау керекпіз.